Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін тағы бір қызықты видеоның сәті келді. Бұл жолы диод жөнінде. Соның ішінде диодтық көпір жөнінде. Жалпы айнымалы кернеуден тұрақты кернеуді қалай шығарамыз деген сұрақ туады ғой. Яғни 220 фазы нөлден 12 или 24 минус оң теріс, яғни минус плюс оң теріс 12-24 вольтты қалай шығарамыз. Бұл жерде бізде диодтық көпір көмекке келеді. Диодтық көпір осындай 4 диодтан тұрады. Бұның енді мен кітаптың тілінде түсірмей қойын, жалпақ тілде түсіндіріп берейін. Бұның сызбасы былай болады, жалғану сызбасы. Осылай 4 диодтың жалғануы. Мінекей айнымалы кернеу. Айнымалы кернеу осылай илік сызықпен белгіленеді. Бұл жөнінде жалпы алдыңғы видеоларда айтқан болатынбыз. Келді, диодтың екі бұрышынан келді, келесі екі бұрышынан бізде тұрақты кернеу, яғни мына ирек сызық жазылды. Орыс тілінде айтқанда выпрямляет дейді ғой, дәл солай жазды. Айнымалы кернеуді тұрақты кернеуге қарай жазды да. Диодтың қызметі осы, яғни айнымалы кернеуден тұрақты кернеу шығару. Яғни тұрақты кернеуге түрлендіру. Диодтың қызметі осы, диодтық мостының. Диодтық көпір деп айтады ғой енді. Екінші мәселе, бұл диодтың бағыты бар. Бағытын қалай анықтаймыз? Жаңа схемада көрсете кеткендей, плюс, минус, яғни анод, катод болып бөлінеді. Екі өрісі болады. Бұл диод тек қана бір бағытты ғана өткізгіштік қасиеті бар. Келесі бағытын, яғни теріс жалғанса, бұдан тоқ өтпейді. Мінекей көрсете кетейін оны. Мінекей плюстен минусқа қарай, яғни оңнан теріске қарай. Осылай жалғанады. Ток протекает в этом направлении. Осы бағытта тоқ жүреді. Бұлай қарай келесі бағытта тоқ жүрмейді, керісінше. Катодтан анодқа қарай тоқ жүрмейді, байланып тұрады. Жабық орта. Тек қана бір бағытта жүреді. Кейбір диодтарда енді катод жағы дейтін осындай жолақтармен белгіленіп тұрады. Бізде қазіргі таңда мен қолданып отқан осындай диод. Бұл мінекей үстіңгі жағы анод. Мына жерде өзі көрсетіп тұр, мына жерде үстінде кішкентай белгімен. Яғни үстіңгі жағы плюс, астыңғы жағы минусмен де. Бұны тағы оң терісін ажырату үшін мультиметрді де қолдануға болады. Мультиметр жөнінде де арнайы видеороликтер салған болатын. Қарасаңыздар болады, көрмеген болсаңыздар. Мінекей диодтың белгісі осылай болады. Енді сіздерге диодты тек мультиметр шоп дейді ғой, сымының бір басын, яғни қызылды плюс жағына бердім, оң жағына, мына минус теріс жағына бердім, қарасын. Сол кезде менде көрсетеді, міне өткізгіш өтіп тұр 474, яғни диодтың өлшем бірлігін көрсетіп тұр. Плюс жағы, яғни анод жағы, мына үстіңгі жағы, мына қызыл шөптің жалған тұрған. Егер мен теріс жалғасам, теріс жалғайым мысалы. Теріс жалған жағдайда ол менде көрсетпейді, 0 болып тұрады. Схема бойынша жалғап отырмын. Жалғап бастадым. 3 диодтың 4-ші диод түседі ортаға енді. Плюсім былай қарап түседі. Сонда менде диодты көпір пайда болады. Дәл осындай 4 диодты пайдаланамын. Енді
Бауырлар, бұл мен жалпақ тілде түсіндіріп жатқаным. Енді кітаптың тілімен оқып жатсам көп адам түсінбес. Жалпы енді диодтың қызметін түсіндіңіздер ғой. Диодтық көпірдің қызметін. Бұл айнымалы кернеуден тұрақты кернеуге түрлендіретін көпір болады. Мінекей бауырлар, диодты көпірді жалғадық сызба бойынша. Осылай жалғанады. Енді бізге не керек? Енді бізге айнымалы тоқ керек. Айнымалы тоқ бізде үйге келетін айнымалы тоқ 220 вольт. Яғни ол кернеуі өте жоғары. Енді бұл сызбаға кернеу өте жоғары. Сондықтан бізге не керек? Ол кернеуді түсіретін трансформатор керек. Мінекей трансформатор көрсетіп қойған. Трансформатор керек бізге осындай. Бұл трансформатор ешқандай да айнымалы тоқты тұрақты тоққа өткізетін қасиет жоқ. Бұл тек қана айнымалы кернеуді өзгертетін, басқа айнымалы кернеуге өзгертетін, яғни кернеуін азайтуға, трансформатор кернеуін азайтуға арналған. Енді орамадан тұрады, 2 орамадан. Қызметін табыр арнайы нақты осы трансформатор жөнінде арнайы видео түсірерміз. Әзірге білу керек мәселе тек қана осы 220-дан бізге кернеуді түсіріп береді. Мінекей бауырлар, жалғадық. Дәл мына сызбадағыдай қылып жалғадық. Мінекей 220-ны келіп тұрған мына трансформатор арқылы азайтып алдық. Бізде енді менде қолданыста табылғаны, мен түсіндіру мақсатында жасағым келген. Мына қолданыста табылғаны бұл трансформатордың күштілігі сонда 220 вольтты 9 вольтқа дейін түсіріп тастайды. Яғни мен айнымалы кернеу шығады 9 вольт. Фаза 0 9 вольт шығып тұр. 9 вольт мында келеді, жалғанады. Қазір көрсете кетейін 9 вольттың қалай шығып тұрғанын. Мінекей бір жағын жалғадым, екінші жағын мына келіп тұрған именно трансформатордан шығып тұрған бөлікке жалғаймын. Мінекей, енді 9 вольт шығып тұр. Ендігі қызықты көрсетейін. Тұрақты кернеуге қоямын. Тұрақты кернеуге қойдым. Бізде сызбада көрінгендей мына екеуінің, мына екі диодтың арасында оң теріс өріс болады. Мында қойып тексерейін мені. Мында тексердім. Мында тегіздім мені. Мінекей. Минус 4 вольт. 4-те 8 вольт. Яғни кішкентай батареяларды зарядтай аламын уже мен бұлмен. Осыдан тоқшаға жіберіп, кішкентай батареяларды зарядтай аламын. Негізі гигагерц 50-60 гигагерцте осындай трансформатор табалсаңыздар, яғни 220-ны 50 вольтқа или 24 вольтқа дейін түсіретін трансформатор табалсаңыздар, автокөліктің аккумуляторларын қуаттауға мүмкіндік болады. Яғни бұл випрямитель ғой, базарда сатылатын випрямитель. Автокөліктің аккумуляторын қуаттауға арналған. Соның қолдан жасағанда, өз қолыммен жасағанда қалай жасауға болады, сол жолды көрсеткім келген. Мінекей. Енді мынау минус плюс айырып алдым. Яғни мына жағым маған минус болып тұр, мына жағым плюс екен. Оны соны жағын мультиметрде теріс көрсетіп тұрғаннан ақ айыра аласың. Мінекей, мына жағым мен теріс жағы, мына жағы мен оң жағы. Мінекей, 4-те 9, 4-те 8 вольт тұрақты көрсетіп тұр. Диодты көпір деген осы, жалпы жігіттер. Випрямительді осылай қолдан үйден жасауға болады. Базарлардан сатып алғанша енді мен 220-ның бойына предохранитель қойып кеттім. Нагрузка болған жағдайда предохранитель күйетін қылып. Сақтандырғыш қой енді, қазақ тілінде айтқанда. Осылай жігіттер, диодты көпір осылай жасалады. Жалпы випрямитель осылай жасалады. Көрдіңіздер ғой, 220-дан мен плюс минус, яғни оң теріс 4 вольт шығардым.